Өмірді ақ парақтан бастау ерлікпен тең. Өмір жақсылық пен жамандықтың, қуаныш пен реніштің, бақытты және қайғылы сәттердің жиынтығы іспетті. Адам қай бағытты көбірек тамақтандырса, яғни қайсысын көбейтуге көбірек жұмыс жасаса, сол жақ басым бола береді. Жоқ, олай емес дейтін шығарсыз, бірақ бұл ашыда бос ашындық. Тіпті кейде ойланбай айтқан сөздеріңіз, ойларыңыз, біреудің өмірін талқылауыңыз, біреуге тілеген тілегіңіз болады. Өткен өміріңізге көз жүгіртіңіз, әрбір айтқан сөздеріңізді еске түсіріңіз, ашу үстінде немесе ойланбай айтқан сөздеріңіз, біреуге тілеген қарғыстарыңызды да еске түсіріңіз. Солардың бір бөлігі болса да, сіздің қазіргі өміріңізде болып жатыр. Оны мойындаңыз және Алладан кешірім сұрап, тәубеге келіңіз. Алладан кешірім сұрап, тәубеге келген соң, өмірді ақ парақтан бастауға ниет етіңіз. Өмірді ақ парақтан бастау деген, өткен өмірді өшіріп тастау деген сөз емес. Біздің өткен өміріміз санамызда жаңғырып тұрады. Тіпті оның көлеңкелі жақтары болашаққа әсер етуі мүмкін. Ең бастысы, кедергілерден қашпай, оны шешуге әрекет жасау керек. Яғни, жақсылық пен бақытты, қуанышты сәттерді көбейтуге тырысыңыз, ешкімнің өмірін талқыламаңыз, ешкімге жамандық тілемеңіз. Түсініңіз, бәрі де сіз сияқты өмірін жақсы жаққа өзгерткісі келіп жүрген адамдар. Сізге тиесілі емес нәрсеге күш жұмсап, энергияңызды құртпаңыз. Себебі ол сіздік емес болса, демек ол сізге бақытты сәттерді де әкелмейді. Мүмкін сіз аңсаған бақытты күндер басқа жақта жасырылған шығар. Сондықтан өзіңізге тиесілі нәрсені басқа жақтан іздеп көріңіз. Тек Алладан үміт үзбеңіз, себебі ол сізді іздеп жүрген бақытты сәттеріңізді қолда ұстап қалу үшін шыңдап жатыр. Сіз соған сеніңіз, жүректі ластамаңыз.